Ассалаумағалейкум, қадірлі үміт. Мынау адал табыс пенен арам табыс жөніндегі бір жақсы мысалы бар әңгіме айтайық деп тұрмыз. Баяғыда бір жігіт жалғыз сиырының сүтін сатып іс қылған екен. Bir шама динар ақша жинапты, бір қалта толы. Содан белгілі бір жағдайлармен алысқа қарай жолға шығып кемеге мініп кетіпті. Кеменің ішінде келе жатқан кезде қалғып ұйықтап кетіп, сол кезде бір маймыл әлгі адамның қалта толы динарын кеменің ұшар басына алып шығып кетіпті. Әлгі адам оянып, өзінің ақшасын таппай жан-жағынан кеменің басына қараса, бір маймыл динардың біреуін әлгі жігіттің өзіне, біреуін көлге лақтырып отыр екен деседі. Оның мәнісі, кезінде жігіт сүт сатып жүрген кезде пендешілікке салынып, сүтке су қосып сатқан екен. Ана маймылдың суға лақтырып отырған динары сол кешегі қосылған судың үлесі екен. Ал енді есіне лақтырып отырған динар ол таза сүттің өзінің үлесі дейді. Сондықтан да арам жолмен келген табыс бәрібір шығып кетеді. Баршаларыңызға адалынан Алла табыс берсін, істеріңізге береке берсін дейміз. Аман, сау болыңыздар.